Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге балды торттың рецептін ұсынғым келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін бізге құм шекеріміз қажет. Оның үстіне 2 жұмыртқа, оның үстіне балымызды салып, оның үстіне сары майымызды салып, плитамыздың астын қосып араластырып отырамыз. Араластырып отырып, қантымыздың ергенін білу үшін ақырын саусағымызды салып, қолымызға қант білінбейтін болса, сол кез толықтай ергенін білеміз. Одан кейін үстіне нан содымызды салып, ас содымыз яғни. Ас содымызды салып, 2 есеге дейін көпіртіп араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Кішкене қолға жабысатын қамыр болады, ол түк етпейді. Тоңазытқышқа 20 минутқа қойып алдық. Енді барлығын жақсылап өлшеп 5 бөлікке бөліп шығамыз. Бізде 5 корж болады. Мінекей барлығын көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Енді пергамент қағаздарын дайындап алып, соның үстіне ақырындап ұн сеуіп, ұн сеуден қорықпаңыздар. Ұн сеуіп арқылы томалақтап жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып болдым. Енді шанышқының көмегімен үстін ақырындап тесіп шығамын. Ол менде қамырым көтеріліп кетпес үшін корждарым. Мінекей бізде пісіп дайын болды. 180 градуста 3-4 минут шамасында піседі. Енді өздеріңізге керекті формада өлшеп кесіп алсаңыздар болады. Ендігіде кремін дайындаймыз. Креміне бізге сливки қажет болады. Сливкемізді қоюланғанша миксерлеп, үстіне сгущенкамызды саламыз. Сгущенкадан кейін сүбелі ірімшігімізді салып, жақсылап қатты қою емес крем жасап аламыз. Енді корждарымызды жинауға кірісеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мен 3-4 ас қасықтан салу арқылы кремдерімді жағып алдым. 4 қасықтан айналады. Енді келесі корждарымды салып, тағы да солай 4 қасықтан салу арқылы корждарымызды жинап шығамын. Мінекей соңғы коржымызды жинадық. Енді қалған кремді толықтай бетіне құйып, айналасының барлығын жақсылап тегістеп шығамыз. Енді жаңағы торттан қалған, корждардан қалған сынықтарын үгіту арқылы беттерін әсемдеп шығатын боламыз. Бұл енді торттың ең соңғы штрихтар десем болады, бетін әсемдеу. Менде осылай қарапайым түрде сахарный пудраның көмегімен әдемілеп алдым. Торт өте дәмді болып шығады, өте жұмсақ әрі нәзік. Ас болсын, дайындап көріңіздер.